Сәлем достар, қалайсыздар? Біз бүгіннен бастап бір апта бойы үздіксіз таңнан кешке дейін не істегендеріміздің барлығын видеоға түсіретін боламыз. Бізге тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай Фатима мен Каусар сабақтан шықты. Таңертеңгі сабаққа барамыз, түсте шығамыз. Осылай сабақтан бүгін қыздарды қуантайын деп үлкен ішінде заттары көп магазинге алып барам деп уәде бердім. Қыздар өтініш жасап автобуста баруды айтты. Мен жарайды дедім, өйткені біз көбінесе автобуста жүре бермейміз. Қызық болсын деп осылай автобусқа отырдық. Автобуспен баратын жерімізге жетіп алайық деп. Қараңыздар, автобустың іші салқын екен. Міне айтып жатқан магазиніміз іші өте үлкен екен. Іші затқа толы, прям кірген кезде басымыз айналып қалған болатын. Заттардың бағасы 100 теңгеден басталады екен. Қараңыздар, осындай бусинкалар бар екен, неше түрлі қолға тағатын браслеттер, нелер бар, брелоктар, күшті заколкалар, бүкіл нәрсе бар екен мына магазинде. Қараңыздар, цветімен Фатима мен Каусардың басы айналып қалды, өйткені бұл жерден бір зат таңдап алу бізге өте қиын болды, өйткені барлығы бірі-біріне өткен әдемі екен. Қараңыздар, түрлі қолдан істелген жұмыстардың барлығы қазір көрсететін боламын. Шетінен қарап отырыңыздар, үзбей. Осындай бусинка Фатима мен Каусар өздеріне таңдап алып жатыр. Таңдау өте қиын болды бізге, өткені барлығы айтқанымдай бірі-біріне өткен әдемі. Каусар руми іздеген болатын, бірақ бұл жерде руми жоқ екен. Бұл жерде тек қана мультфильмнің нелері бар екен, брелоктары. Біз таңдап Фати осындай алды. Ал Каусар, мен тек көк зат алам деп көк заттарға жабыса берді. Ал Фатима болса розы заттарға жабысты. Осылай бір шетінен көрді. Каусар әрине көк заттарға жабысады. Көк заттардан алды, ал Фатима розы заттардан алған болатын. Қазір видеоның соңында барлығын көрсететін боламын. Ал мен мына жақта медикошқа заколкалар таңдап әуре болдым, өйткені менде болған жоқ бізбен бірге, ол садикте болды. Осылай магазиннің ішін аралап жүрдік. Бантик алайын десек, жақсы бантиктер болмады. Сол себепті тек қана заколкалар алдық. Қазір видеоның соңында көрсететін боламын. Медикошқа мына жерден көптеген ойыншықтар таңдадық. Ойыншық таңдаудың өзі бір жұмыс болды. Бізге ровно 2 сағат жүрген шығармыз. Бір бүкіл магазинді көшіріп әкететіндей болып тұрдық мына жерде. Осылай барлығын көріп шықтық. Мына құммен ойнайтын заттар екен, бірақ біз пляжға бармаймыз, сол себепті бізге тек қана жемістер немесе сондай заттар керек болды. Осылай пакет болып 2 пакет қып алдық. Көп зат алған сияқты болған ек, бірақ азғантай екен. Фатима мен Каусар көже ішеміз деді. Осындай базардың ішіне кіріп көже ішіп алған болатынымыз. Қыздарға өте қызық болды, өйткені біз көбінесе бұлай жүре бермейміз. Осылай заттарды распаковка жасайық дедік. Үйге шаршап әрең келдік. Мынау кесе тамақ ішетін кеселер екен. Бұлардың бағасы небәрі 390 теңгеден алдық, достар, қараңыздар. Және де осындай қалам, ручка салып қоятын көгін Каусарға, ал розовый цветін Фатимаға алған болатынмын. Қараңыздар, ішіне қалам, неше түрлі заттар салып қоюға болады. Ал мына медикоштікі, медикош сайттен келсе ойнайды. Оның заттарын мұнда қоямыз. Ал мынау кішкентай салфетка ішінде, біреуінің ішінде 10 штуктан болады. Қалтаға салып жүретін кішкентай салфеткалар екен. Қыздарға өте керек зат деп ойладым. Ал мына сумка, рюкзак медикошқа, садикке пижама салып баруға. Ал мына жерде осындай заттар алдық, кухняда істететін заттар. Ал келесі мынау, бұл су шасатын зат екен. Оны білмедік, әлі істетіп көрген жоқ. Біз қазір көретін боламыз, достар. Қараңыздар, оранжевый Каусарға, ал голубой цветін Фатимаға алған болатынбыз. Ал келесі бұл многоразы ыдыс. Мына медикошқа шашын резинкамен жиямыз, өткен резинка бізге тұрмайтын зат, жоғалып кете береді. Ал мына тіс шұқитын, қараңыздар, тіс шұқитын өзі қандай әдемі. Ал мына медикошқа алдық шашын жиғанға. Мезидің заттары өте көйіп кетті. Бұл да медикошқа алдық бұны да. Ал мына розовый браслет, ол Фатимаға алдық бұны. Фатиманікі кетті. Ал мына голубой абудок Каусарға.
Кәусар өте қуанды, өйткені осындай көкшіл заттар жақсы көреді. Ал мына кухняда істететін заттарымыз, бұл да өзіме керек заттар. Бұл София деген сіңліміз бар, соған алдық бұны. Солай заттардың барлығын ашып алдық. Ал мына Кәусардікі осындай попит сияқты бір зат екен. Ал бұл кухняда істететін заттарымыздың бірі. Қараңыздар, не бар тағы. Мынау заколка, бұл Фатиманікі. Ішінде неше түрлі нәрсесі бар екен. Ал келесі бұл да Фатиманікі. Қараңыздар, өте сүйкімді, иә. Осы заколканы небір 390 теңгеге алдық. Мынау айна, бұл да Фатиманікі. Фатима постоянно қалтасына айна салып жүрген жақсы көреді. Ал келесі затымыз бұл брелок. Бұл да Фатиманікі, роза цветін алған болатын. Ал келесі затымыз лак. Таңдап алған цветтеріне мән бермеппін. Осындай цвет таңдап алған екеу. Ал келесі резинка, бұл Кәусардікі. Кәусар алып ойнаған болатын. Ал мынау екеуіне шаштарын жиғанға, осылай тамақ ішетін кесе және салат салғанға осындай 2 тарелка алған болатынмын. Ал мына жерде Фатимен Кәусарға түске осындай картошкамен ет қуырып бердім. Жеп алды. Ал мынау төбеге шашатын екен. Мен бұлай полностью шашылады ма десем, осындай азғантай шашылады екен, бірақ қатты шашылады екен. Арада осылай медикушпен магазинге барып келдік. Бізде тым уақыт жоқ, ал кешке апасының үйіне қыдыруға барған болатынбыз. Қыздарды осылай ойнатып қайттым. Қыздар мәз болып ойнады. Ол жақта София және Айша деген ағамның қыздары бар. Солармен бірге ойнаған болатын. Барлығы күшті тамаша ойнады. Мына жерде привет, YouTube каналға привет деп жатыр достарына. Достар, бізге тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлді алда талай қызықтар істейтін боламыз. Тіркеліңіздер, күнделікті біздің не істейтіндеріміздің барлығын салып отыратын боламыз.